Мынау Бесбұлақ. Анау ма? Баян апамның, анау Темірхан Елтай атаның. Амангелді, нағашым, тәкең. Мына жерде деген Бесбұлаққа белаздар келген ба? Мына трактор келіп, мынау біздің үйдің жұрты. Мына жерден трактор сүрген. Құдай сақтасынан қара. Суға шейін апарып тастаған тастарды, құдай сақта, батқан ба бір нәрсе. Бұл Бесбұлаққа бір нәрсе келіп жатыр. Борабай ма бір нәрсе, белаздар келіп ана Қызылшаттың төбесі белаздар көп, 5-6 белаздар. Енді қазір барып көрмесем сояқ жақты. Балдарды қыз құйрыққа келіп, Қостаудан Сәден бөгетке қарап тастадым. Енді өзімді Бесбұлақтың арты жаманылай екен, зорға шықтым. Қазір мынауменен айналып Сәбет атаның жұрты менен Қызылшатқа шығып жаңағы белаз жақтарды көріп, ана төбедегі Амантайды кесіп өтетін жолменен жаңа қазған қарап түсем қазір. Жаңа балдарға. Жер деген зор болып кеткен аңға. Күшті болыпты. Мына жерден енді сүрген, құдай сақтасын. Бұл жерге бір нәрсе батқан ба деймін. Қазір барып көрішкен екен. Батқан екен ғой. Мына жерлерге таста кепті. Тасты тастапты. Мына жерге отырып қалған екен. Белаз отырып қалған ау деймін. Балондарды тастапты. Әйтеуір шығарып алыпты. Мына тастарды кеп тастаған. Құдай сақтасын. Мына жерге отырып қалған екен да белаз. Үстінде құмын аударған ба мына жерге. Міне. Мынау кәдімгі Бесбұлақтың суы ағып жатқан. Бір мотоциклдің ізі келіпті. Мынау су Борабайдан келіп жатқан. Жыңғылы қарап кетіп жатыр. Бесбұлаққа бір нәрсе ашылайын деп тұрамын, нағыз қылса. Белаздар әшейін келмейді ғой. Жаңа қазғаның төбесінен түсіп қалдым. Белаздардың көзігін көтеріп қойған екен, көріп қалдым да.